11-ші дәріс тақырыбы сөз қысқалығы мен нұсқалығы дәлдігі. Сөз қысқалығы, нұсқалығы, дәлдігі ұғымдары. Сөз қысқалығы ойды мүмкіндігінше аз сөзбен, бірақ толық, түсінікті жеткізу. Сөз нұсқалығы сөздің әрі қысқа, әрі мағыналы, әрі ықшам түрде берілуі. Сөз дәлдігі сөздің нақты, айқын, мағынасы мен контексті дұрыс болуын білдіреді. Бұл үшеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Қысқа сөйлеу, нұсқа, сөз мағынасы дәл, орнықты ой. Қазақ шешендік дәстүріндегі қысқалық феномені. Қазақ би шешендері қысқа, нұсқа сөз айтуымен ерекшеленеді. Мысалдар: Төле би, Береке бірлікте Қазыбек би, біз қазақ деген мал баққан елміз Әйтеке би, жау тисе бірлік керек. Мақал сөздер бір сөйлеммен терең ой жеткізеді, нақты, әсерлі, контексті толық ашады, тәжірибеге сүйенген даналық. Қысқалық шешендік өнердің ең биік деңгейі.